Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін аппетитті ашатын 5 минутта дайын болатын өте оңай жеңіл салаттың рецептімен бөлісемін. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Ең оңай салаттың түрі деп айта аламын, әрі көп уақыт кетпейді, өте дәмді шығады. Бізге қажетті заттар: капуста, сәбіз, 1 дана пияз және чеснок қажет. Жасыл шөпті өз қалауларыңызға сай таңдасаңыздар болады. Мен укроп және петрушканы таңдадым. Ең бірінші капустаны алып, ұзынша қып турап аламыз. Барынша жіңішке қып тураңыздар. Осы видеодағыдай әдіспен турасаңыздар жіңішке шығады. Мінекей біз капустамызды турап алдық. Келесі сәбізді теркадан өткіземіз. Үккіштің өткізетін жері ірі болғаны жақсы. Сонда біз қазір қысып суын шығарған кезде біздің сәбіз өз формасын сақтап қалады. Енді сәбіз бен капустамыздың үстіне аздап тұз салып, қолымызбен барынша екеуін араластырамыз. Қатты қысып, тіпті екі қолмен де қысып араластырыңыздар, аздап су шығатын болады. Суын төгіп тастаймыз. Мінекей араластырып болдық, суы шықты, жұмсарды. Келесі бір пиязымызды алып, ұзынша қып турап, және де оның үстіне тағы да ұсақтауға тырысамыз. Келесі зеленді аламыз. Артық жерлерін алып тастап, ұсақтап турап шығып, бұны да салатымыздың үстіне қосамыз. Чесногымызды ұсақ үккіштен өткізсеңіздер де болады, немесе осылай мен сияқты пышақтың көмегімен де ұсақтап турап алсаңыздар болады. Осы чеснокты салғаннан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де қызған ыстық майды осы тұз бұрыштың, чесноктың, сарымсақтың үстіне құйып шығатын боламыз. Мінекей біз барлық қоспаларын қостық. Ешқандай майонез қоспаймыз бұл салатқа. Дәл осы майдың көмегімен қызған майды құйғаннан кейін араластырып шығамыз. Өте дәмді салат шығады. Жасап көріңіздер. Көбінесе плов жасаған кезде осы күріштің жанына салсаңыздар, бұл салат өте дәмді шығады. Бұл салат ең оңай әрі жылдам, дәмді жасалатын салаттың түрі деп айта аламын. Дәл осы рецептіні 5 минутта жасап, жеп көріңіздер. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қойсаңыздар болады.